Сочи Олимпиадасының салтанатты ашылуына санаулы күн қалды. Қазір спортшылар Ресейге келіп жатыр. Олардың дайындығы мен бабы жайында аз айтылған жоқ. Ал спортшылардың тамақтану кестесі өз алдына бір ғылым десе де болады. Бірде оқушылармен жүздесуге келген Денис Тен спортшылардың көңіл күйі бір қалыпта болуы екі талай екендігін айтқан еді. Жүріп тұруы мен тамақтануы да кәдімгідей, бірақ ерекшеліктер де кездеседі дейді. Бәріміз пендеміз, содан кейін тірлігіміз де ұқсас. Рас, спортшы болған соң өзгелерден басқаша шығармыз. Мысалы, кез келген чемпион кенеттен сүрініп кетеді. Олардың да қателіктері көп, шаршайды, шалдығады, сосын бойын қайта түзеп алады. Кез келген спортшы қара күшке зару, сол үшін шыңдалады. Осы орайда дұрыс тамақтануда әсері мол. Әсіресе дайындық кезінде қуатты ас қажет. Денис шешесінің жіті қарауында, сондықтан да ұйқысы тыныш, тамағы да тоқ. Кейбіреулер шектеу қояды дейтін шығар, бірақ оның ас мәзіріне анасы жауапты. Дұрыс тамақтанған адамның қарымы артып, қабілеті жоғарылай түседі. Сочи ойындарында Денистен ғана емес, Абзал Рахымғалиев те бағын сынайды. Абзал да салмақты ұстап тұруға мән береді. Түрлі қиын жаттығулар мен қимыл жасауға тура келеді. Оның үстіне мұзда сырғанап жүріп жасайды. Биатлоншы Диас Кенешев жыл бойы қалыптасқан тәртіпті сақтау керек екендігін айтады. Өйткені бапкерлер мамандармен ақылдаса отырып, жоспар бекітті. Және кімнің қандай тағаммен тамақтану керек екенін де жазып қойған. Біздер сол тәртіпті сақтауымыз керек дейді Диас. Галина Муленкова, Амангелді Сейітханов, Алматы.